Мұхтар Әуезов, Абай жолы 1 том, Үрде. Құнанбай Қарқаралыдан оралып, Абайды қайындатуды тапсырғаннан кейін, көп сөзбай Ұлжан 30 шақты кісімен құдасының алдына аттанды. Олармен қатар жанына 12 жігіт ерткен Абай да жолға шықты. Абайлар Алшынбай ауылына 1 шақырым қалғанда езіле тоқтасты. Орталарынан Тәкежан мен Мырзахан бөлініп, күтіп алушыларға хабар айта кетті. Басқа жігіттер арттарынан түсіп, соларды тосып қалды. Осы топтың ішінен әсіресе Ербол қатты уайымға салынған. Жанындағы Жұмағұлға қай жерде тәжім ету керек, қай уақытта кең отыруға болады, бәрін өзің айтарсың деп өтініп тұр. Абай досын енді басқаша қырынан таныды. Бүгін бұл өтетін тар тесік, тас босағаны Ербол да өтпек. Соған бар ынтасымен кеткен. Ал Абайдың ол сияқты дайындығы жоқ. Жол бойында да бір сейіле алмады. Өзіне бір бұйрық қуып, еріксіздік әкеле жатқандай күйде жүр. Оның басты себебі жолға шыққан күні Ерболдың Сүйіндік ауылынан әкелген сәлемі. Тоғжан Абай қайнына баратынын естіп отырып, ай батқандай қылды да адастырып кетті ғой, депті де жылап қалыпты. Абай Алшынбай ауылына келгеннен кейін қалыңдығы Ділдәні 3-ші кеште ғана кездестірді. Алғашқы жүздесу кезінде екі жас бір-бірін қатты жатырқады. Тіл қатысып ашыла сөйлесе де алмады. Одан кейін Абайлар Алшынбай ауылында 15 күн жатты. Айрылысар кезде Абай мен Ділдә үйреніскен болатын, бірақ іште екеуі де қабыспай салқын күйде қалысты. Абайлар елге келгенде алдымен Құнанбайға сәлем беру үшін Күнкенің ауылына барды. Абай үйге кеп әкесіне ашығына қарап отырып, Байсал дауы әділет туралы сөз қызғады. Құнанбай алғашында ұлын түйіп тасағысы келгенімен, оның іркілмей, сенімді сөйлегеніне қарап, бұл тек Абайдың ойы ма, әлде бәрі туысқан солай деседі ме деп ойланып қалды. Кейін Абай осы сәтті пайдалана отырып, тағы бір әңгіме бастады. Ол бөжейдің асы жайындағы ойы еді. Құнанбай бұл асқа қатыспайтыны белгілі. Абай оған, сіз бармасаңыз да біз барып араласайық, рұқсат беріңіз деген. Құнанбай мейілдерің, маған десе аяғына бас ұр, Байдалы мен Байсалдың, деді де шығып кетті. Көнгені осы, қай көңілмен көнді, оны Абай елеген жоқ. Осы күннен бөжейдің асына өз дайындығын бастап кетті. Абай ас өтетін қазбалаға 300 кісі түсетін 10 үй тіккізді, 15 семіз байтал, үй басы 2 еркек қойдан сойғызды. Қымыз жүзгізуді де ойластырып қойды. Ұлжан Ызғұтты мен Құдайберділер үнемі оның жанынан табылып, кеңестерін айтып, көп көмек көрсетті. Ербол мен жиреншелер де тыс қалмады. Зере әжесі осы кезде ағайынын жинап, жат жерінің алдында жас балаларының жақсы талабын жер қылмаңдар. Отымен кір, күйемен шық қонағыңның, шалдықсаң да қабақ шытпа деп тапсырды. Бөжей асы бұл күндерде бар жалауларды көнеген жалғыз әңгіме. Сол асқа қызмет еткен жандардың аттары да ауызға келініп кетті. Асты жақсы басқарған үлкендер де бір төбе, бірақ көп аузына олардың да бұрын ілінген жас қана жігіт Абай аты болып шықты. Айтушылар Абайды ең әуелі Құнанбаймен шақастырады екен. Тоңы жібімейтін, зәрі қатты қырыс әкені Абай кінәлаптымыз. Талай мың қонақтың ішінде Абай күткен қонақтар өзгеше бір естен кетпес сый көріпті. Барлық жиынның батасын алыпты. Халыққа жаны ашитын, ақылы кемел бір бала шығыпты деген әңгімелер ел ішінде тарап жатты. Абайдың ас кезіндегі абыройлы іс шешелерін де қуантты. Олар арнайы атап мал сойғызды. Арада 3-4 күн өткенде Ербол өз ауылына қайтты. Бірақ көп ұзамай сүйінші сұрап, Абайдың Тоғжанмен жолығу мүмкіндігі туғанын жеткізді. Тоғжан да кездесуге қарсы емес екенін ескертті. Абай толқып қатты қуанды. Сөйтіп екі жігіт ымырт жабыла бергенде бөкенші жайлауы Жырныбекке тартты. Сүйіндік ауылына жақындай бергенде екеуі де алыстан талмаурап келген әнді естті. Жақындап қараса ауыл жастары мен келіншектері алтыбақа теуіп, сауық құрып жатыр екен. Әндетіп, әзілдеп тұрған топ қонақ жігіттерді жылы қарсы алды. Тоғжан үйінің үлкендері жүріп кеткеніне орай істеп жатқан бостаңғылары екенін айтып, ойнымыздың үстіне келіпсіңдер, жатырқамаңдар деп алтыбақан тебуге ән шақыруға шақырды. Әсіресе Сүгірдің қызы Керімбала еркін сөйлеп, қайындарына жаңа келген жігіттер ғой, әндерін үйренеміз деп әзілдеп қойды. Жұрттың бәрі мұны жақсы қостап тегіс күлді. Ойланып қалған Тоғжан күлген жоқ. Абай екеуі топ ішінде ұялысқандай шолақ амандасқан. Алтыбақанға бірінші боп Абай мен Керімбала мінді. Екеуі топай көкті айтпақ болды, бірақ Керімбала кейбір ырғағын теріс айтады екен. Қыз келіншектер соны ескертіп, оның орнына альпежекке Тоғжанды мінгізді. Тоғжан Абайды ырғағына оңай ілесті. Екеуі ұзақ тербеліп ән айтты. Бір кезде Абай әннің сөзін өзгертіп, сағындырған ғашық жар, ынтығы іште жүрген шерлі досын кінәлаудан тоқтатар ма екен деген сырын жеткізе бастады. Басқа топ онысын байқамаса да, бұл сөздердің мәнін Тоғжан ұқты. Алтыбақан қасындағы сауықтан кейін Ербол ақсүйек ойынын бастады. Осы ойын кезінде ол амалын тауып, Абай мен Тоғжанды оңаша жерде кездестірді. Тоғжан Абайдың құшағына кіре беріп жылап жіберді. Көрсекші бір, сағындым деді. Абай ертең тос, келемін деп сөз берді. Ойын істі болғандықтан екеуінің жанына Керімбала келіп, бұл кездесу ұзаққа созылмады. Бірақ келесі түнде Абай сөзінде тұрып, екі ғашық тағы табысты.
дірілдеген демдері қосылып қатты құшақтасып ұзақ сүйісіп сағыныштарын басты. Таң атар шақта ғана Абай Тоғжанмен қоштасып Ербол екеуі Жәнібектің жөніне берді. Сол шыққаннан кейін өз ауылдарына жеткенше Абай ән салып барды. Осыдан кейін Абай Жәнібекке бір баруға талпынған, бірақ ол уақытта сүйіндіктер қайтып келіпті. Аяғын Жәнібекке басып көрсең, тірі кетпейді деп кесіп айтыпты. Амал құрып тағы бір айықпас қасірет келді. Абай өзін-өзі не күйде, не деген делсалдық дерт үстінде жүргенін аңғара алмай жүдеп кетті. Бұл жолы қайнында ай жарым жүрген Абай ел қыстауға қонатын уақытта Ділдәні алып бір-ақ келді. Ол келмеген жұлдыздан тартыс жоқ, дегенмен ауыл үй ағайын арасы тағы бір топсаған наразылыққа, бітеу жараға толы екен.